Саламатсыздарбы балалар? Бүгін біз сендермен тәртіпке бағынған құл болмайды деген тақырыбымыздың ішіндегі аудиомәтін бойынша жұмыс түрлерін көрсетеміз. Ал қараңдар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты аудиомәтінді тыңдаймыз, аудиомәтінге түсінігіміз бойынша сұрақ береміз, аудиомәтін бойынша сұхбат құраймыз және аудиомәтіннің тақырыбын анықтап, идеясын анықтаймыз. Жақсы ма балалар? Ал қазір аудиомәтінді тыңдайық. 13-ші тақырып. Бірінші, екінші сабақта. 5-ші тапсырма. Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деген аталы сөзді ұлтымыздың мақтанышы батыр атамыз Бауыржан Момышұлы бекерге айтпаған. Әр адам мемлекет заңдарын құрметтеуі тиіс. Халқымыз 13 жастағы жасөспірімді отау иесі деп атаған. Қазақстан Республикасының ата заңы бойынша қылмыс жасаған балаға 14 жастан жаза кесіледі. 16 жастан бастап толық әкімшілік қылмыстық жауапкершілік жүктеледі. Азамат жеке куәлік алады. Жасөспірім біреуді жәбірлесе, қастандық жасаса, қорлық көрсетсе, заң бойынша жаза қолданылады. Заңды бөлу заман талабы. Бүгінде Қазақстан Республикасында демократияға бағытталған құқықтық мемлекет құру идеясы жүзеге асырылуда. Әр азамат заң талаптарын бұзбай, өзіне жүктелген міндетті орындауы тиіс. Заң бейбіт өмір сүру ережесі. Заңның мықтылығы атауында емес, адалдығы мен әділеттілігінде. Жақсы балалар, мәтін не туралы екен балалар? Түсіндік пе? Айта қойыңдар. Тәртіпке бас иген құл болмайды. Тәртіпке бас игенде құл болмайды. Яғни қоғамда тәртіп болу керек. Әрбір азамат өзі осы қоғамның мүшесі екендігін сезініп, ата заңымызға, мемлекетіміздің заңдарына бағынуға тиісті екен. Жақсы балалар, келесі. Жақсы балалар, аудиомәтіннің тапсырмасына қараймыз. Мәтінді тыңдады. Енді біз мәтінге тақырып қойып, және идеясын анықтайық. Мәтінге қандай тақырып қойға болады екен балалар? Және, қолдарыңызды көтеріп, жауап берейік. Я, айта қойып. Бауыржан Момышұлының қанатты сөз. Қанатты сөзі. Жақсы, айта қой жасымен. Әр азамат парызын білсе. Әр азамат парызын білсе. Жақсы, тағы да аңсар айта қой. Заңды білу заман талабы. Өте жақсы. Жақсы тағы кім айтады екен? Бернар? Тәртіпке бағынған құл болмайды. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Жақсы. Яғни бүгінгі аудиомәтіннің тақырыбы бұл жаңағы үлкен тақырыбымыз бойынша тәртіпке бағынған құл болмайды. Жақсы. Екінші тақырып, әр адам заман талабымен заңдарды білуі қажет және сақтауы қажет. Жақсы. Мәтіннің идеясы осындай екен. Мәтіннің мазмұны бойынша қазір сұхбат құрмастан бұрын мен сендерге мынандай тапсырма көрсетейін балалар. Мынау жаңағы тыңдаған аудиомәтін бойынша 5 сұрақ. Тест сұрақтары. Оқып маған тест сұрақтары бойынша жауап беріп көріңдерші балалар. Кім оқиды екен? Оқи қояйық Алексей. Бірінші сұрақ. Тәртіпті адам құл болмайды. Тәртіпті адам құл болмайды. Жақсы. Екінші сұрақ кім оқиды? Максим оқи қой. Балақай жастан 10-сіне жауап береді. 14 жастан. 14 жастан. Өте жақсы. Келесі сұрақты оқи қой маған. Айғаным. Заңды білу міндетті ме? Яғни міндетті. Өте жақсы. Келесі сұрақты оқи қой. Кім оқиды? Дулат оқи қой. Заңның ең басты мақсаттарының бірі тәртіпке шақыру. Жоқ. Тоқтай тұр. Дулат, мына мәтінді оқисың, осы бойынша жауап бересің. Тәртіпке шақыру. Дұрыс, иә. Тәртіпке шақыру. Өте жақсы. Соңғы сұрақты оқиды маған. Айғаным оқи қой. Тәуелсіз елімізде ата заң күні 30-шы тамызда, яғни біздің ата заң күніміз болады екен. Өте жақсы. Балалар, тәртіпке бағынған құл болмайды деген Бауыржан Момышұлы кім екен? Қане? Айтып көрейікші білгеніңізді. Жақсы айта қойдыңыз? Жазушы. Яғни жазушы екен және? Отан соғысының қаһарманы. Өте жақсы аңсар. Ол соғысқа қатысты. Жақсы. Және
жауынгер, жазушы, Отан соғысының ардагері, қаһарман, елін, жерін қорғаған. Яғни балалар, мына біздің қазіргі бақытты заманда өмір сүріп жатқан нәтижеміз бұл Бауыржан Момышұлы сияқты, яғни біздің қазақтың қаһарман ұл қыздары, жауынгерлерінің арқасы. Біз оларды ұмытпау керекпіз, дәріптеу керекпіз, құрметтеу керекпіз балалар. Өте жақсы балалар. Енді біз келесі тарауларымызға көшіп жұмыс түрін көрсете берейік. Жақсы. Келесі тапсырма түріне қараңдар балалар. Мәтін мазмұны бойынша сұхбат құрайық. Біз жаңағы аудиомәтіннен не түсіндік? Осы түсіндігіміз бойынша сұхбат құрап көрейікші балалар. Кім құрайды екен? Жақсы, Никита және Ансар. Ал тұра қойыңдар. Бауыржан Момышұлы қандай қанатты сөз айтты? Тәртіпті бағынан қол болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп Бауыржан Момышұлы айтты. Бала неше жаста отау иесі деген? 13-ші жаста отау иесі деген. Неше жасқа әкімшілік тартау жауапқа тақталады? Қазақстан Республикасының ата заңы бойынша қылмыс жасаған балаға 14 жастан бастап жаза қолданылады. 16 жастан толық әкімшілік жауапкершілік. Әр азамат нені білуі тиіс? Заңды білуі тиіс. Заңның мақтылығы атауын емес, адалдығы мен әділеттілігінде. Өте жақсы балалар, өте жақсы отыра қойыңдар. Рахмет балалар. Аудиомәтін бойынша ойыңызды айта аламыз. Мәтінге сұрақ қойып, жауап бере алады екенбіз. Жақсы балалар. Келесі осы аудиомәтінден біз не білдік, не білдім, не білемін, не білгім келеді деген осы сұрақтарға жауап беріп, сабағымызды қаншалықты түсінгенімізді айта білейік. Жақсы ма балалар? Ал жақсы аудиомәтін бойынша не білдім? Айта ма Никита? Мен мәтін Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі түгілі білдім. Өте жақсы. Да. Келесі айта қойып болады. Әр азамат мемлекеттік заңдарын құрметтеу тиіс екенін білдім. Өте жақсы. Ансар айта қойшы. Заңның әділ және адал болатын туралы білемін. Жақсы. Жақсы. Ары қарай тағы кім айтқысы келеді? Ян айта қойшы. Жастар туралы қаталдығы туралы білемін. Жақсы. Ары қарай. Бернар. Қанат мағлұматын келеді және де қанат сөздерді тағы туралы. Заңдар туралы білгім келеді. Тағы кім қанат сөздер айтты, соны білгім келеді. Жақсы. Жақсы. Жасмин айта қой. Жастар куәлік алатынын білдім. Жақсы. Айханым айта қой. Тәртіпсіз ел болмайды туралы білдім. Жақсы. Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабағымыз осы сендердің не білдім, не білгім келеді, не білемін деген тақырыптарды жақсы қорытқандарыңды, аудиомәтінді жақсы түсінгендеріңді, яғни сұрақ қойып, жауап беріп, сұхбат құра алатындарыңды мен де білдім балалар. Балалар қараңдаршы, біз бүгін сендермен аудиомәтін бойынша сандарды сөйлетіп көрейік. Сандарды не айтады екенбізге? Жақсы ма? Бірінші 16 кәне айта қойдыңдар. Адам 16 жаста жеке куәлік алады. Өте жақсы, 16 жаста куәлік алады екен. 14 айта қойдыңдар. 14 жастан бастап балада жаза қолданады. Балаларға жаза қолданады. Жұмыс істеген істеріне жауап береді. Жақсы. 13 айта қойыңыздар. Халқымыз 13 жастағы баланың отау иесі деп атаған. Бұрынғы заманда 13 жастағы баланың отау иесі деп дайындаған екен балалар. Ерте өмірге дайындаған. Жақсы. 1995 жылы не болды екен? Айнадың айта қой. Балалар заңы қабылданған. Өте жақсы. 1787 жылы не болды екен? Айта қой. Әлемде ең алғашқы конституция қабылданды. Әлемде ең алғашқы конституция балалар 1787 жылы қабылданған екен. Және 30 деген сан нені көрсетеді балалар? Айта қой. Ата заң конституция жылы. Яғни 30 тамыз біздің қазіргі тәуелсіз мемлекетіміздің ата заң күні болып саналады екен.
Жақсы бала, өте жақсы. Бүгін біз тәртіпке бағынған құл болмайды деген тақырыптың ішіндегі аудиомәтінмен жұмыс түрін көрсеттік. Аудиомәтінді тыңдап, сұрақ қойып, тест сұрақтарын шешіп, сандарын сөйлетіп, біз сендермен жақсы мәлімет алдық деп ойлаймын. Балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, жақсы білім нәтижесін көрсетті деп сенемін сіздерге. Рахмет балалар.